Ұлы дала елі бүгінгі таңда өз тарихының шамшырағын жаққан Евразияның жүрегінде орналасқан ұлы дала елі. Біздің сүйікті отанымыздың халықтық аты дәл осы. Ол біздің отанымыздың өткенін де, қазіргісін де, болашағын да бейнелейді. Онда қазақстандық мінез бен оның негізгі сипаттары көрініс тапқан. Олар біздің жан дүниеміздің ашықтығы мен кеңдігі, біздің жүректеріміздің жылуы, қонақжайлылық пен бейбітсүйгіштік, кемеңгерлік пен ойшылдық, және де еңбексүйгіштік пен іскерлік. Біздің қасиетті жерімізді ықылым замандардан ұлы дала деп, ал бабаларымызды ұлы дала ұрпақтары деп атаған. Біз солардың жалғасымыз, ұлы дала елінің мұрагерлеріміз. Біздің Қазақстан ұлы істердің ұйытқысы болған ұлы дала елі. Бұл біздің тағдырымыз, бұл біздің таңдауымыз. Ендеше 24 қаңтар мен 28 қаңтар аралығында мектеп-лицейімізде өтетін ұлтын сүйген ұлы дала ұрпағы атты қазақ тілі мен әдебиеті апталығының бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. 24 қаңтар күні таңғы тілек айдары бойынша апталықтың ашылуына орай жылы лебіздеріңізді білдіре аласыздар. Ал аралық үзілісте бауырсақ пәтеға қатысып, пән бойынша білім-білік дағдыларыңызды сынап көріңіздер. 25 қаңтар күні патриоттық рухты асқақтатар әндер шеруінде өз өнерлеріңізді тарту етіңіздер. Үзіліс уақытында ұстаздарымызды ақ жайыққа жыр арнағым келеді атты кофе брейкке шақырамыз. Ақын жазушылардың туындыларымен танысып, ой бөлісейік. Білікті ұстаз ел ертеңі тақырыбында ашық сабақтар легі мен әдіс тайм коучингін 26 қаңтар күні тамашалайсыздар. Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе қыран. Кәмшат бөрік, ақтамақ, қарақасты, сұлу қыздың көріп пең мұндай түрін. 27 қаңтар күні қыз балалардың әдемі шаш өрім үлгілерінің фото байқауына белсене араласайық. TEDx алаңында армандар орындалар, мақсатың айқын болса, тақырыбымен еркін сөз шеберлерінің ой-өрімдерін бірге тыңдайық. Тілін сүйетін, салтын құрметтейтін, ұлттық дәстүрлерін бағалайтын, шығар биігін саралайтын, тіліне жан ашитын шәкірт жүректерді марапаттайтын жеңімпаздар шеруімен апталығымызды қорытындылаймыз. Ұлы дала елі біздің мақтанышымыз, бүгініміз бен болашағымыз. Бабалар аманат еткен ұлы дала елін көзіміздің қарашығындай сақтау біздің міндетіміз. Рухы биік ұлы даламыздың өрісі кеңею үшін, ұлтын ұлағаттайтын ұрпақтар көбею үшін, еңселі еліміздің ертеңі аласармас үшін жұмыла жұмыстанайық.